Баршаңызға сәлем. Бүгін біз етсіз, өте пайдалы және өте дәмді болып шығатын осындай түшпәрә дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 450 грамм ұнды елеп аламыз. Бөлек ыдысқа 200 мл су және 1 шай қасық тұз салып, араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Бір жұмыртқамызды шағып, өте қатты қамыр илейміз. Қамырымызды осындай илеп алып, 10 минутке алып қоямыз тындырып. Оған дейін осындай ішіне начинкасын дайындаймыз. Менде 500 грамм шпинат. Ұсақтап тураймыз. 200 грамм жалбыз, кәдімгідей жалбыз. Осындай шеттерін, жұмсақ жерлерін істетеміз, қатты жерін алып тастаймыз. Ұсақтап тураймыз. Тәпеміздің үстіне аздаған май құямыз. Менде шамамен 50 мл май қойдым. Көпте қойсаңыздар да болады. Үстінен 3 пиязды ұсақтап турап қуырамыз. 1 минут шамасына қуырып, артынан осындай жалбызымызды саламыз. Жалбызды 30 секунд қуырған соң, артынан осындай шпинатымызды саламыз. Қуырып жібереміз. Осындай көлемі кішірейеді кәдімгідей. Тұз саламыз, бұрыш саламыз, дәмге қарай қосасыздар. Қамырымызды осындай 2 зуалаға бөліп алдым. 2 зуалаға бөліп, біреу-біреуден жая бастаймыз. Жұқалау етіп жая береміз, себебі осындай ішінде еті жоқ, кәдімгідей жасыл қосылған. Сондықтан жұқалау етіп осылай дәл видеодағыдай етіп жая аламыз. Өте жұқартып жібермеңіздер. Дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Кесілген қамырымыздың үстіне осындай начинкасын саламыз. Көптеу етіп сала береміз. Кәдімгідей салып, түйеміз. Түшпәраны осындай шеттерін жақсылап жабыстыруға әрекет жасаңыздар. Дайын болған түйілген түшпәраларымызды кәдімгідей морозильникке салып, мұздатып, кейіннен контейнер немесе салфановый пакетке салып, 3 айға дейін холодильникте, морозильникте сақтасаңыздар болады. Немесе кәдімгідей сразу дайындап жесеңіздер болады, бірақ осындай сағынған кезде дайындап қойсаңыздар, қалаған уақыттарыңызда алып жейсіздер. Мінекей менде қатырлаған күйі, өзіңізге ыңғайлы уақытта дайындап пісіріп жейсіздер. Салфановый пакетке салып қойдым. Дәл осы менде ингредиенттерден тура 2 кило осындай түшпәрә шықты. Қазанымызға аздаған осындай суымызды құямыз. Түшпәрамызға қарай су қоямыз және аздаған тұз саламыз, немесе тағы да аздаған пістемай қоссаңыздар да болады. Түшпәраларымызды салып болған соң міндетті түрде араластырып жібереміз 1-2 рет. Мінекей осылай түшпәраларымыз пісті, өте дәмді, өте осындай жұмсақ, иісі де өте керемет. Бұны кәдімгідей легендерге салып, дастарханға тартсақ болады, немесе осындай суы сорпасы да өте әдемі сап-сары болып тұрыпты. Кеселерге салып, дастарханға тартамыз. Дайын болған түшпәрамыздың үстіне аздаған осындай укроп салып, және осындай ыстық кезінде қаймақпен немесе айранмен кәдімгідей жесеңіздер болады. Қазір іш жақтарын сіздерге көрсетемін. Өте әдемі болып піскен, өте сочный. Сондықтан дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді қыздар бұл. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнама подписаться батырмасына басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмай көресіздер. Ал мен ise сіздер үшін тағы да жақсы видеоларды шығаруға әрекет жасаймын. Сіздермен бірге болған Диана, ас болсын, сау болыңыздар.